Ассалаумалейкум достар. Бүгінгі талқылайтын кино ерекше. Себебі Голливудтың емес, немістің киносы. Капитан. Шынайы оқиғаға негізделген 2017 жылғы жарық көрген кино. Сыншылардың жоғарғы бағасын алған. Бұл кинодан бас кейіпкердің екі бейнесін көруге болады. Жиренетін және үйренетін. Бұларды талқыламас бұрын киноның не жайлы екенін біліп алайық. Ендеше кеттік. 1945 жыл. Соғыстың соңғы айлары. 19 жасар бас кейіпкер Германияның соғыстан жеңілетіне көзі жетіп, шайқастан қашып кеткен. Бірақ немістердің темірдей тәртібі қашқындар үшін өлім жазасы. Оның қорқақтығы өзінің түбіне жететін еді. Бірақ аяқ асты өмірі 180 градусқа өзгерді. Бір форманың арқасында тастанды көліктің ішінен із-түзсіз жоғалған капитанның формасын тауып алып, киіп көріп жатқанда адасып жүрген әскер жолығады. Ол бас кейіпкерді капитан деп ойлап, солай қабылдайды. Бұған мәз болған бас кейіпкер капитан болуды үйрене бастады. Жақсы меңгергені соншалық лауазымды шенділермен бірге бір дастарханда отыратын дәрежеге дейін жетті. Өмірін отанынан жоғары қойған, баршасын алдап өз мүддесі үшін өзгелерді аямайтын, өтірігі ашылып қалмас үшін бәріне дайын, өзгелердің жауапкершілігін жақсы пайдалана білді. Мысалы, тұтқындар лагеріне барғанда басты мәселе азық-түліктің жетіспеушілігін білген және өздеріне жету үшін тұтқындарды жаппай өлтіруді өз жауапкершілігіне алған. Бұның жалған капитан екенін сезген өзге де шенділер әдейі үнсіздік танытқан. Қай заманда да биліктің қол шоқпарлары биліктің қылмыстарын жасырушы фактор болған. Ал тиынның келесі жағын аударып көрсек, кім болғаның маңызды емес, өз-өзіңді кім ретінде көрсетесің, бағалайсың. Маңыздысы сол. Уақыт өте келе сен сол адамға айналасың. Бұл кейіпкердің сенімділігі, мәселені қолға алып шеше білуі оның форма кигеннен бастап пайда болды. Ол бірінші өзін сендірді, одан кейін өзгелерді сендірді. Қорытынды, әр қашан капитан формасында жүргендей өз-өзімізге сенейік және солай болуға тырысайық. Ұлттық мүддені қорғайтын кез келген шешім дұрыс. Тек дұрыс шешімдер қабылдай алатын қазақ жастары көбейсін. Бұл кино сіздің 2 сағат уақытыңызды қиып көруге тұрарлық кино. Себебі қиын қыстауда адамның қалай өзгеретіні және адамнан еш айла аспайтыны жайлы баяндалады. Ендеше сәттілік, келесі кездескенше.